Ковидке қарсы екпе алған миллиондаған адам 5 жыл ішінде қайтыс болады. Фейсбукта осында ескерту тарап жүр. Әрі жазбада Кливленд клиникасының миокардит туралы ақпаратына сілтеме берілген. Бұл рас па? Pointer басылымы анықтағандай, бұл мәлімдемені алғаш 23 наурызда өзін балама ақпарат көзі ретінде таныстыратын Slay News сайты жариялаған. Бірақ Кливленд клиникасының сайтында COVID-19 және оған қарсы вакциналар жөнінде айтылады. Алайда мақалада Slay News жариялағандай ақпарат жоқ. Ал клиника өкілдері COVID-19 вакцинасынан кейін миокардит пен жаппай өлімге әкелетін қауіп бар деген соңғы мәлімдемелер шындыққа жанаспайды, әрі оған ғылыми дәлел жоқ дейді. Жүрекке қатысты асқынулардың, соның ішінде миокардитке шалдығу қаупі вакцина салдырғаннан гөрі COVID-19 вирусын жұқтырғанда әлде қайда жоғары деп мәлімдеді. Оған қоса клиниканың ресми сайтында вирустық миокардитке шалдыққандардың 50-80% 5 жылдан кейін де өмір сүреді. Әсіресе жастардың көпшілігі толық айығып кететінін жазылған. Жастар арасында ковидке қарсы екпе алғаннан кейін миокардит өте сирек тіркелген.